Тышқан қалай жақсы оқушы атанды. Ойнап жүрген тышқан көзілдірік тауып алды. Ол дереу үніне келіп анасына: «Анашым, мынаны қара!» деп көзілдірікті көрсетті. «Бұны қайдан алдың?» деп сұрады анасы. «Тауып алдым», деді баласы. «Бұның не екенін білесің бе?» деп анасы сынай қарады. «Жоқ, бұл не? Әйнек пе?» деп баласы көзілдірікті айналдырып қарады. Сабақты үнемі жақсы оқып жүретін тәртіпті балалардың досы, көзіне тағатын дүниесі. Байқаусызда түсіп қалған ғой. Алған жеріңе апарып таста. Кейін иесі сол жерден іздеп тауып алады, деді ана. «Апарып тастаймын», деген тышқан көзілдірікті орнына апармады. Оны есік алдындағы тастың қуысына жасырып қойды. Осы күннен бастап тышқанның мінезі күрт өзгерді. Күнде таңертең ерте тұрып, жасырынып барып, көзілдірікті тағады да орнына қайта тығып қояды. Көзілдірік тышқанның көзін ауыртып, басын айналдыратын еді. Ол бұны дұрыс сабақ оқымаған соң, көзілдірік көзімді тартып жүр деп түсінді. Күнде сабаққа мұқият дайындалатын болды. Ұзақ уақыт кітап оқып отырады. Тышқанның бұл қылығына үй ішіндегілер де таң-тамаша. Бірте-бірте тышқан әбден оқымысты болып алды. Екі қолынан кітап түспеді. Бір күні анасы тышқанның қуыстағы көзілдірікті алып жатқанын көріп қалды. Ол жалма-жан: «Мына көзілдірікті апармағансың ба?» деп кейіді. «Апа, мен де жақсы оқушы болғым келеді. Сондықтан көзілдірікті орнына апармадым», деді баласы. Баласының сөзіне түк түсінбеген ана: «Жақсы оқушы болуға көзілдіріктің қандай қатысы бар?» деп таңғалды. «Мен сабақты дұрыс оқымағаным үшін көзілдірік мені жек көреді. Тақсам болды, басымды айналдырып, жүрегімді алады. Мен көзілдірікпен достасып, үздік оқушы атану үшін үнемі сабақты жақсы оқып жүрмін. Көзілдірік менің көзімді ауыртуын қоям дегенше, сабақты оқыған үстіне оқи берем. Сөйтіп, онымен қалай да достасамын», деді тышқан бұртиып. «Томпағым менің», деген ана еріксіз күлді. Баласының жақсылыққа ұмтылған қадамын құптады. Оған көзілдірік туралы әңгімелеп, түсіндіріп берді. Өзінің жай айта салған сөзі балаға үлкен ой тастайтынын ана осы жолы түсінді. Осы оқиғадан кейін ол баласына тек жақсы сөз айтатын болды. Жаңа ертегінің жарияланғанын біліп отыру үшін каналға жазылып, қоңырауды басыңыздар.